Рахмет. Оя бемлер сырымға риза болды. Бұл сырым екеуміздің ақжол ақылдасуымызбен болған нәрсе. Қазір айтқан осы тостан кейін мені биге шақырасың. Екеуміз билейміз. Нағашыға жағы бір 10 мыңдай ақша береді, 5 мыңнан бөліп аламыз деген. Рахмет, оя сырым басы жасайтын. Ақшаны көпте кетіп барды ғой. Сырым, молодец. Сырымға қол соғайық. Сырым! Сырым! Аманжол аға. Оя. Ерватаға неге қиналып. Рахмет. Оя. Бірақ енді қазақ сол ғой, бір ашық бөлінеді, жайлап желіне береді ғой. Тек Аманжол аға бетейін деп айтып, жұмсапан, а? Болды деп. Рахмет мә. Сырма өлін деп атырын. Саға береді. Сырым, сенде 8 мың, менде 2 мың бар. Өтім алам деп ойлайсың ба? Рахмет, мына сырым екеуміздің өзіміз ниетіміз ғой. Әйтсе кейбір қонақтарды көріп тұрмын, тек үмітім сырымда. Мен бар сырым жақсы көремін. Сонымен осы жерде бар бір прическасы әдемі жігітке бір приз бергім келіп отыр. Тек қана приз. Міне. Ал. Есіміңіз? Мен мына Нұрдәулетті көрмей, мен өзім Айболат болып туылғанына өкіндім ғой. Тыбай тіл көзі жасқа. Есенғұл періштелердің тойы ғой. Бірақ мен Нұрдәулеттің осындай әдемілігіңізге тыбай тіл көзіне риза болып. Сіз кім болып келесіз? Кім? Ағасы. Бойдақсыз ба? Жоқ. Мәлі мен сұрап бойдақсыз ба? Сақтылдық білмей қалдым я. Нәке, бұлай биге қалай жақсысыз ба? Нұрекеңе болсын бай. Бұны қараңыздар. Оя, Нұреке, әттен қыз болып туылмады Нұреке. Кеш бар дейді ғой. Дұрыс қой. Әзілдейміз ғой. Ал үлкендер айып етпеңіздер. Мана бірінші көріністе сіздерге қатысты ол көрсеткем. Бұл екінші көрініс. Мына жастарға да бір көңіл болмайын деген ниет. Айтысы бұл кісілер де маған ренжіп қалады. Бізді билеткен жоқ деп, өлгендермен болды деп. Жастар жағы, сіздер де бір қол соғып қойыңыздар. Алла разы болсын.